Ақсуат тұрғыны мені дәл осы қызыл автобусқа отырғызды. Темір тұлпары жүйткіп Тарбағатай мен Айгөзді кесіп, Таскескен ауылына тоқтады. Ал Үржарға жету үшін әлі 70 километр бар. Жол бойында жарты сағат тұрдым, нәтижесінде Қамбар мырза тоқтады. Ол маған Үржар туралы айтып берді және өңірде Көктал деген ауыл бар. Достар, мен Шығыс Қазақстан облысының ең мейірімді ауылындамын. Неге дейсіздер ме? Ендеше қараңыз. Кіреберістегі мына жазуды, ар жағындағы киіз үйді, жасыл күмбезді қатымхананы, тіпті 130 метрлік аспалы көпірді де мектеп түлектері салған. Өзеннің асты ұйықты болып келеді бізде. Өтіп бара жатқан кезде суға құлап, өзенге ағып кеткендер де болды. Сондай қиындықтар туғызатын бұл өзен. Бір көпір қажет болып жүретін. Бұл жігіттің есімі Ақат, мұғалім. Сөйтіп ол қолына қалам алып көпірдің сұлбасын сызады. Тіпті кейбір кеңестерді интернеттен қараған. Міне мына Болат Арқанның құны 4000-5000 теңге метріне. Бірақ Ақат мырза оны темір өткізетін дүкеннен іздеп тауып алған темірдің бағасымен. Сөйтіп келісімен алған. Бұның өзі үлкен бір ізденіс қой. Жігітіміз сұхбат барысында жар іздейтінін айтты. Мүмкін осы сіздің бағдарламаңыз арқылы мүмкін жарымды да тауып жатуым мүмкін деп ойлаймын. Ал қыздар, ойланыңыздар. Қайтар кезде ауыл тұрғыны бізге жақсылап ас дайындады. Мына жол нашар, жеген тамағыңды бірден қорытып жібереді деп әзілдеп қояды. Рас, бұл әзілдің жаны бар. Рас, айтып тұрмын ғой, бәрі керісінше болып жатыр. Дәп мен Алакөлге келген күні күн салқындап аспан бұлтты болғанын қарашы. Бірақ соған қарамастан келушілердің саны өте көп, олар көңілді. Әрқайсысы көлде шомылып жүр. Өте жақсы демалып жатырмыз. Кім алып келді мұнда? Қыздарым, күйеу балаларым әкелді. Болмай осында алып келді? Иә, алып келді. Қалай, ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Правдығыммен келдім, демалып жатырмын. Өте жақсы. Ұйықтап жатқандар да бар міне. Қазір қасынан өтеміз олардың да. Әне. Әркім өзінің қалауынша тынығады бұл жерде. Негізі мына кемеге отырудың бағасы бір адамға 2000 теңге, бірақ білесіздер, ол 2000 теңге менің бір күндік жол пұлым, ақшам жалпы. Сондықтан түсірілім үшін бұл кісі маған тегін келісті қазір. О, ән қосылды. Ұй, мынандай ән болмайды ғой үстіге қосуға. Бұл Алакөл! Алакөлдің суына бір кірсең шыққың келмейді екен. Ойбай, терең жаққа кетіп бара ғой. Суға түсіп алдым, енді жақсылап тамақтану керек. Қазір кез келген бір қонақ үйге кіріп, сол жақтағы бағаларды көреміз. 2000 теңгеге кәуап пен су немесе пицца сатып алуға болады бұл маңайдан. Сондықтан көпшілік асты өзімен әкеледі. Ал көлге жақын отельдердің күндік бағасы бір адамға 30 000 теңгеден басталады. Бірақ дұрыста іздесеңіз 10 000 теңгеге де жалдауға болады. Ал салынып жатқан қонақ үйлер өте көп. Осы құрылыс тезірек аяқталса деген ойым бар, өйткені сұраныс көп, бәсекелестік өте төмен. Мекеме иелері де біледі, тұтынушылардың ешқайда қашпайтынын. Сондықтан қызмет көрсету сапасы төмендей береді. Иә, бізде де осындай демалыс орны бар. Мен мақтанам. Жалғыз жолаушы Алакөл суынан қуат алып, сапарын әрі қарай жалғастырады. Ендеше күтіңіздер.